Фильм Уилл Стентон деген баладан басталады. Мектепте қысқы демалыс енді ғана басталды. Бірақ Уилл үлкен отбасымен Рождествоны қарсы алуға онша қуанып тұрған жоқ еді. Ол мектептен шығып бара жатқанда, қызыл шарф таққан әдемі қызды көріп, бір көргеннен ғашық болып қалды. Бір ғажабы, ол автобусқа мініп үлгерді. Көп ұзамай әлгі қыз да кіріп келді. Автобуста ағалары Уиллді ұялшақ деп мазақтап, оның достары жоқ екенін айтып күлді. Кішкентай қарындасы Гвен оған қыз автобустан түспей тұрып сөйлесуге кеңес берді. Бірақ сәтсіздік, қыз келесі аялдамадан түсіп қалды. Артында шарфын қалдырып кетті. Уилл шарфты алды, бірақ қайтарып үлгермей жатып автобус жүріп кетті. Сол кезде Уилл мен бауырлары үйге қайтып бара жатқанда, Леон деген адам көлігін оларды тоқтатып, оларды қаладағы Роял сарайында өтетін Рождестволық кешке шақырды. Леон қаланың Роял ханымына, мисс Крейтернға қызмет ететін еді. Уилл үйге келгенде, үлкен ағасы Макстың да мерекеге орай үйге оралғанын көрді. Макс Уиллдің бөлмесін алып қойғандықтан, Уилл қоймада ұйықтауға мәжбүр болды. Жалпы, Уиллдің 5 үлкен ағасы және бір қарындасы бар еді. Әкесі Джон еркін рухты адам, қалада дәріс оқитын жұмысқа орналасқан соң, отбасы осында көшіп келген. Анасы үлкен отбасын өте жақсы көретін үй шаруасындағы әйел. Сол түні бәрі кешкі асқа отырғанда, Джон Макстен оқу бітірген соң не істейтінін сұрады. Одан кейін кешкі ас үстінде бәрі Уиллді автобустағы қызбен сөйлеспегені үшін мазақтай бастады. Келесі күні Доусон мен Джордж есімді 2 фермер отбасына шырша әкелді. Олар Уиллді көріп қуанып, туған күнімен құттықтады. Сосын олар түнде дауыл соғатынын айтты, бірақ сыртта ауа райы ашық болатын. Кейін отбасы Уиллге көп сыйлық берді. Басқа сыйлықтар аса қызық болмаса да, Уилл қарындасы Гвеннің сыйлығына қатты қуанды. Өйткені тек ол ғана сыйлықты шын ықыласпен таңдаған еді. Қорапты ашқанда, ішінде әдемі сағат болды. Гвен оны Уиллдің қолына тағып, тілек тілеуді ұсынды. Уилл қар жаусын деп тілек тіледі. Түнде оянғанда, қар жауып тұрғанын көріп, қатты қуанды. Бірақ өте суық болған соң, терезені жабуға тырысты. Сол кезде қолдары ерекше күшке ие болғанын байқап, жеңіл түрткеннің өзінде терезе алмост сынғалы қалды. Келесі күні автобус аялдамасында тұрған кезде, Уилл бір топ қарғалардың жақындағы ағашқа қонғанын көрді. Автобус келіп, ол сауда орталығына барды. Шын мәнінде, ол Гвенге Рождество сыйлығын алуға барған еді. Ол әдемі кулон тауып, оны сатып алды. Дәл кетіп бара жатқанда, 2 полицей оны тоқтатып, кулонды ұрлады деп айыптап, сұрақ қоюға апарды. Бөлмеге кіргенде, жарық жыпылықтап, полицейлердің түрлері өзгере бастады. Олар одан белгілер туралы ақпарат талап етті. Бірақ Уилл не екенін білмейтін. Кенет полицейлер шын бейнелерін көрсетіп, оған шабуыл жасады. Бірақ Уилл оларды оңай итеріп тастап, қашып кетті. Осы сәтте ол өзінің ерекше күшін алғаш рет түсінді. 2 полицей соңынан қуғанымен Уилл құтылып кетті. Бірақ әлі де не болып жатқанын, не үшін олар оны іздеп жүргенін түсіне алмады. Уилл әкесіне басынан өткен оғаш оқиғалар туралы айтуға тырысты. Бірақ отбасы мән бермеді. Кешке Уилл отбасымен Роял сарайындағы кешке барды. Сол фермерлер қайта кездесіп, оның көңілін сұрады. Кенет Уилл автобустағы қызды көрді. Бірақ сол сәтте Джеймс келіп, онымен сөйлесе бастады. Мұны көріп, Уилл ашуланып, пальтосын алып, сарайдан шығып кетті. Сол кезде Леон мен мисс Крейтерн Уиллге өзінің тағдыры жайлы айту керек пе, жоқ па деп ойланды. Орманда жалғыз келе жатқан Уиллді ат мініп, итімен бір адам қуып кетті. Уилл бар күшімен қашты, бірақ атты адам қуып жетті. Ол да Уиллден белгілер жайлы сұрады. Сол сәтте Леон мен мисс Крейтерн келіп, әлгі адамға Уиллді тыныш қалдыруды бұйырды. Ол кетерде Уилл жақында күшіне қайта енетінін, және сол кезде ешкім тірі қалмайтынын айтты. Леон мен серіктестері Уиллдің аң-таң болғанын көріп, оған сиқырлы түрде уақытты артқа шегеріп, ежелгі әлемге апарды. Олар Уиллге оның жарықты құтқаруға арналған ежелгі жауынгер екенін айтты. Баяғыда ұлы залда жарық пен түнек арасында соғыс болған. Жарық жеңгенімен, түнекті бір жола жоя алмаған. Енді түнекті бір жола жеңу үшін Уиллге 6 сиқырлы белгіні табу керек. Олар оның күші туған күнінде оянғанын, сондықтан белгілерді көре бастаған болу керегін айтты. Бірақ енді басқа зұлым күштер де оның күшін сезе бастайды. Уилл неліктен бұл күшке ие болғанын әлі де түсіне алмады. Леон ежелгі аңызға сүйеніп, оның 7-ші ұлдың 7-ші ұлы екенін айтты. Олар грамматика кітабы деген көне кітапты көрсетіп, оны тек Уилл ғана оқи алатынын түсіндірді. Бірақ Уилл бұған сенбей, мен 6-шы ұлмын, 7-ші емеспін, олар адасқан деді. Ол кеткісі келді,
бірақ Леон оның тағдырынан қашып құтыла алмайтынын айтты. Сол сәтте Уилл болашақтың суретін жер бетін түнек жаулап алғанын көрді. Қатты шошып, бір сәтте жолда тұрып қалды, көлік соға жаздады. Бір ғажайыппен аман қалып үйге жетті. Содан кейін ол біраз зерттеу жасап, физика пәнінің мұғалімі әкесінен жарық пен түнек жайлы сұрады. Әкесі оған: "Қазір уайымдайтын емес, қызыққа толы жастасың" деді. Кейін Уилл қоймада жүргенде бір тартпаны ашып, күрт тайып құлап, аяғын жарақаттап алды. Мэри Уиллдің жарасын таңу үшін дәрігер шақырды. Сол сәтте Уилл бірдеңе ішкелі жатқан еді. Бірақ дәрігердің даусын ести сала, оның нағыз дәрігер емес, бұған иттермен шабуыл жасаған сол жазушы екенін бірден түсінді. Дәрігер Мэриді басқа бөлмеге құрал жабдықтар алуға жіберді. Ал өзі Уиллмен жеке сөйлескісі келді. Дәрігер Уиллдің аяғына қолын тигізіп, оны бірден жазып жіберді. Ол егер Уилл оған белгілер жайлы айтып берсе, кез келген нәрсені сұрай алатынын айтты. Бірақ содан кейін дәрігер сиқырмен Уиллдің аяғына қатты ауырсыну түсіріп, егер көне жауынгерлермен кездесетін болса, өзінде отбасында өлтіретінін айтып қорқытты. Мэри бөлмеге қайтып келгенде, дәрігер Уиллді азап ішінде қалдырып, жарасының жазылуы үшін әлі бірнеше күн қажет болатынын айтып кетті. Осыдан кейін Уилл қоймаға қайта барып, егіздердің суретін тауып алды. Бұл суретті ол анасы Мэриге көрсеткенде, Мэри оған Уиллдің егіз бауыры болғанын және оның аты Том екенін айтты. Уилл мен Том небәрі 2 апталық болған кезде сыртта кенет қатты дауыл басталып, 2 сәбиде жылай бастайды. Мэри Уиллді алып төменгі бөлмеге түсті де Джонға Томды алып келуді тапсырды. Бірақ Джон сол кезде диссертация жазып жатқандықтан Томның бөлмесіне 1 минуттан кейін ғана кірді. Алайда, өкінішке қарай, Том орнында жоқ еді. Олар Томды ұзақ іздеді, бірақ ол сол күннен кейін ешқашан табылмады. Бұл оқиға Джонға қатты соққы болды. Ол диссертациясын жазуды тоқтатып, күйзеліске түсті. Мұны естіген Уилл әлемге үлкен қауіп төніп тұрғанын сезді де, көне жауынгерлермен күш біріктіруге шешім қабылдады. Ол көне кітапты оқи отырып, жарық белгілерін тану, ой күшімен заттарды қозғалту, уақыт ішінде саяхаттау және аса үлкен физикалық күшке ие болғанын білді. Бірақ Уилл супермен секілді ұшуды армандады. Алайда ол қабілет оған берілмеген еді. Сондықтан сәл көңілі түсіп қалды. Содан кейін Леон оған күштерін қалай қолдануды үйретті. Сол кезде Уилл алғашқы белгінің тәуелсіздік екенін түсінді. Ол бұл белгіні бұрын Гвенге сыйлық ретінде берген еді. Кейін ол екінші белгіні де көрді. Бірақ оған жету үшін көне жауынгерлермен бірге өткен шаққа баруға тура келді. Бөгде әлемге барған кезде оларды кенет кәрі әйел улы жыландармен шабуылдады. Жыландар бірден барлығын орап алды. Бірақ Уилл өз күшімен олардан босап шығып, екінші белгіні алды. Сол белгінің көмегімен олар шіркеуге қайта оралды. Кейін Леонмен сөйлескенде, Уилл өзінің ата-бабаларының бірі, Томас есімді адам, осы сиқырлы белгілерді жасағанын білді. Леон 6-шы белгінің ешқашан табылмағанын айтты, өйткені ол шын мәнінде ешқашан жасырылмаған. Бірақ Уилл оның ұрпағы болғандықтан оны таба алатынын жеткізді. Сол түні жазушы бір жұмбақ адаммен кездесті. Ол адам жазушыға оның қараңғы күштері күн сайын артып жатқанын айтты. Бірақ сол уақытта Уилл де 2 белгіге қол жеткізіп, күшейіп келе жатты. Жазушы ол адамға барлық белгіні тауып әкелуді бұйырып, сияқы уәде етті. Бұл уақытта Уилл отбасымен бірге кешкі ас ішіп отырған. Сол кезде Джеймс келіп, өзімен бірге Мэггиді ертіп келді. Бұл Уилл бірінші көргеннен ақ ұнатып қалған қыз еді. Олардың бірге екенін көргенде Уилл қатты мұңайды. Біраздан соң Мэгги Уиллдің жанына келіп, өзінің де ерекше күштерге ие екенін айтты. Ол тұз түйіршіктерінен белгі жасауды көрсетті. Кешкі астан кейін Уилл де Мэггиге өз күшінің бір мысалын көрсетті. Сосын ол Мэггиден Джеймспен неге жүргенін және көне жауынгерлер тобының мүшесі ме екенін сұрады. Мэгги Уиллге мұндай ұсақ түйек нәрселерге мән бермеу керектігін, алдағы тапсырмаға дайындалуы қажет екенін айтты. Ол жауынгер емес, тек Уиллді қорғау үшін келгенін түсіндірді. Сонда Уилл оған алғаш көрген сәттен бастап оны ұнатып қалғанын және үнемі оны ойлайтынын айтты. Ақыры, ол Мэггиге өз махаббатын мойындады. Бірақ сол сәтте Джеймс келіп, олардың не істеп тұрғанын сұрады. Мэгги Джеймсті күтіп тұрғанын, ал Уиллмен жай сөйлесіп тұрғанын айтты. Мэгги кетіп қалған соң, Уилл қатты ашуланып, бірден Леонға жүгіріп барды. Ол өзін әлемді қорғай алатын адам деп ойламайтынын, қыздармен де сөйлесе алмайтынын айтып, өзінен күмәндана бастады. Леон оған өзін іздеуші деп атады, және оның қолынан бәрі келетінін айтты. Ол оған қазір бастысы миссия екенін, ал махаббатқа өмір бойы уақыт болатынын түсіндірді. Егер ол қазір шоғырланбаса, әлемнің өзі жойылып кететінін ескертті. Уилл сарайдан ашуланып шығып кетіп, қатты айғай салғанда,
жанындағы ағаштар өртеніп кетті. Мұны көрген мисс Грейторн Леонды сөгіп, оның Уиллдің сезімдеріне көңіл бөлмейтінін айтып ренжіді. Өйткені Уилл әлі бала ғана еді. Біраздан соң Гвен Уиллді сарайға дейін іздеп келді. Ол одан бәрі дұрыс па деп сұрады. Уилл еш уайымдамауын, бәрі жақсы екенін айтты. Бірақ сол сәтте аспандағы бұлттарға қарап, үшінші белгіге қол жеткізер сәт келгенін түсінді. Ол Гвеннің қолынан ұстап, уақыт арқылы саяхат жасап, бір ауылға келді. Сол жерде адамдар арасында шайқас жүріп жатқан еді. Уилл мен Гвен сарбаздардан жалтарып жүргенде, Уилл бір қалқанның ішінде жасырынған белгіні көріп қалды. Ол қалқанды ұстаған сарбазды Гвенмен бірге қуып жетіп, қайыққа жетеді. Уилл қалқанды алып жатқанда, кенет бір алып адам оны ұстап алып, суға лақтырып жібере. Ол Уиллге шабуыл жасамақ болғанда, оның қолындағы сағатын байқап қалады. Ақырында ол адам сағатты беру шартымен қалқанды Уиллге береді. Сөйтіп, Уилл үшінші белгіні алады да, Гвенмен бірге үйіне қайта уақыт арқылы оралады. Содан кейін Уилл Гвенге бұл оқиғаны ешкімге айтпауын ескертті. Алайда Леон оны күшін пайдаланғаны үшін сөгіп тастады. Леон Уиллге бұл күштерін алдағы соғыс үшін сақтауы қажет екенін айтты. Дегенмен кейін Леон Уиллден кешірім сұрап, бұдан былай оның қорғаушысы болуға уәде берді. Уилл үйіне оралғанда, Макс оны күтіп отырған еді. Макс бірнеше аптаға үйде қалатынын айтты. Бірақ Уилл оған мән бермеді. Сонда Макс кенеттен Уиллдің жағасынан ұстап, жат даусымен сөйлеуге кірісті. Дәл сол сәтте ол жазушының бақылауында болатын. Сол уақытта Уилл төртінші белгіні сезді. Бұл жолы ол Макспен бірге уақыт арқылы белгілі бір орынға аттанды. Сол жерде Макс Уиллге шабуыл жасап, оны өлтіретінін айтып қорқытып, белгілер жайлы барлық мәліметті талап етті. Уилл Макстың университеттен емтихандардан өте алмағаны үшін шығып кеткенін білетінін айтты. Ол отбасында ешкім бұл үшін Макске ренжімейтінін түсіндіріп, Макске қорқыныштарын жеңуге кеңес берді. Сонда жазушы оны басқара алмайды деді. Бірақ бұл әдісте нәтиже бермеген соң, Уилл Макске жұдырықпен соғып, оны есінен тандырды. Содан кейін ол төртінші белгіні алды және Максты қайта өз әлеміне алып келді. Біршама уақыттан кейін Макс есін жиғанда, Уилл оған ол құлап, есінен танып қалды деп түсіндірді. Келесі күні таңертең қаланы қарлы боран басып қалды. Бұл боран көлік қозғалысына, су мен электр қуатына да әсер етті. Сол кезде мисс Грейторн Джон мен оның отбасын қарлы бораннан қорғау үшін король сарайына шақырды. Сол уақытта Мэггидің жазушымен бірге жұмыс істеп жүргені белгілі болды. Ол мәңгілік жастық күшін алуға көмектесіп жүрген бір сиқыршы еді. Енді жазушы Мэггиге Уиллдің 4 белгісі бар екенін, және оларды тезірек ұрлап алуы керектігін айтты. Бұл уақытта Леон Уиллге 5-ші белгіні алғаннан кейін ұлы залда кездесуді бұйырды. Бірақ Уилл әлі де бұл іске қызығушылық танытпады. Өйткені 5-ші белгіні алса да, 6-шы белгі жайлы ештеңе білмейтін. Алайда Леон Уиллдің жазушыны жеңіп, әлемді қараңғылық билігінен құтқаратынына сенімді болды. Арада көп уақыт өтпей, Мэгги Уиллмен король сарайында кездесіп, одан белгілерді талап етті. Уилл оған белгілерді бермек болғанда, кенет 5-ші белгіні көріп қалады, және өмірін қатерге тігіп, сол белгіні алады. Енді ол Мэггиге ешқандай белгі бермейтінін ашық айтты. Белгілерді ала алмаған Мэггиге жазушы берген уәдесін бұзып, оны кәрі кемпірге айналдырып, өзенге батырып жібере. Сонымен қатар, жазушының күштері де артып, қалада түрлі қиындықтар туындатты. Осы кезде Уилл көне жауынгерлермен бірге ұлы залға жетті. Бұл жерде жазушы шақырусыз кіре алмайтын заң бар еді. Кенеттен олар есік сыртынан Уиллдің әкесінің дауысын естіп, есікті ашуды сұрады. Жауынгерлер оны тоқтатты, бірақ артынан Гвеннің дауысы естіліп, бір бауырлары ауыр жараланды деді. Сосын Мэридің көмек сұраған дауысы шықты. Эмоцияға берілген Уилл есікті ашып жіберді. Шын мәнінде бұл жазушының айласы болатын. Ол Уиллдің отбасының дауыстарын салып, оларды алдап кіріп кетті. Жазушы кірген бетте оның қараңғы энергиясы залдағы бүкіл жарықты жұтып қойды. Енді көне жауынгерлер оған қарсы шығуға тырысты. Бірақ жазушы өте күшті болып, бәрін жеңіп, қараңғылыққа батырып жіберді. Енді ол Уиллмен бетпе-бет келді. Ол Уиллге шабуыл жасап, қиын шақта отбасы мен достары қайда екенін сұрады. Ақыры жазушы оған ол әлі бала ғана екенін, бүкіл әлемді құтқаруды армандамау керектігін айтты. Содан кейін ол сиқырлы шар көрсетті. Оның ішінде Уиллдің егіз бауыры Том қамалған екен. Осы кезде белгілі болды жазушы Томды 14 жыл бұрын ұрлап әкеткен.
себебі оны іздеуші деп ойлаған. Сосын жазушы бұл сиқырлы шарды ұлы залдағы суға тастап жібереді. Уилл бауырын іздеуге тырысқанымен өте қараңғы еді. Соңында жазушы Уиллді де қараңғы бұлтқа лақтырып, ұлы залдан шығып кетеді. Енді ол бүкіл әлемді қараңғылықпен жаулап алуға аттанды. Сол қараңғы бұлтта жүргенде Уилл кенет алтыншы белгінің не екенін еске түсірді. Бұл белгі одан жасырына алмайтын еді. Сол сәтте Уилл өзінің алтыншы белгі екенін түсінді. Ақыры оның барлық күштері оянды. Сондықтан жазушының қараңғылығы оны тоқтата алмады. Уилл ұлы залдан сиқырлы шармен бірге шықты. Ол осы шардың көмегімен жазушы мен оның қараңғылығын түрмеге қамап, өзенге лақтырып жіберді. Сол сәтте бүкіл қала жарыққа оранып, Уиллдің егіз бауыры Том босап шықты. Ақыры көп жылдық ажырасудан кейін екі бауыр қайта қауышты. Содан кейін Уилл үйіне қайтқысы келетінін айтты, ал жауынгерлер оның миссиясы аяқталғанын айтып, оны босатты. Соңында Уилл мен Том үйлеріне қайтып келіп, бүкіл отбасы Томның аман сау оралғанына қуанды.